Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен осындай ерекше духовкада пісетін картоп пен тауық етін пісіретін боламыз. Онда бізге керегі тауық еті, картошка. Алдымен тауық етіміздің қабықтарын бәрін алып тастаймыз. Сосын осындай ұсақтап аламыз. Жақсылап жуып алып, турап шығамыз. Артықша қабықтарын бәрін алып тастаймыз. Өйткені қабықтар бізге ұнамайды. Одан кейін пиязымызды алып, кәдімгі турайып кете береміз. Пияздарымызды турап аламыз. Пияздарымызды турап алғаннан кейін осы тұрған картошкаларымызды турап аламыз. Картошканы бар түйшкелей қылып турағанда дұрыс. Өйткені картоптан бұрын тауық етіміз пісіп кетуі мүмкін, картошкамыз піспей қалуы мүмкін. Сол үшін жұқалау қылып тура беріңіздер. Осылай картошкаларымыз бәрін турап аламыз. Бұл тамақ асығыс кезде, әлде сізде газ болмай қалған жағдайда жасағанға өте күшті тамақ. Дәмі тура шашликтікі сияқты шығады. Өте ерекше. Тауықтарымызды, сосын пиязымыз, картопымыз бәрін турап аламыз, бір-бірінің үстіне салып. Сосын біздегі чесноктарымызды турап аламыз. Чеснок деген кәдімгі бөлекше бір иіс беріп, дәм беріп, ерекше болады. Ал осылай сіздер мөлшерін отбасыңыз санына қарай қоса бересіздер. Осылай чесноктарымызды турап аламыз. Чесногымызды қосып аламыз. Бәрін бір ыдыстың үстіне салып кете береміз. Содан кейін сошнило болсын, шамалы деген адамдар үшін помидор қосамыз. Помидор қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Дәмі ешқандай өзгермейді. Осылай мен 2 помидор қостым. Помидорымызды турап, ыдысымызға салып аламыз. Ал осылай бәрін дайындап, бәрін турап алғаннан кейін, ең алдымен осы именно шашлик үшін приправаны саламыз. Өздеріңіз тәбіне қарай қоса бересіздер. Шашличный приправадан кейін азырақ тұзымызды салып жібереміз. Бұған негізінде тинказның атикасын салсаңыздар, сладкий атикасын салсаңыздар, дәмі деген күшті болады. Мен үйде бары осы кетчуп болған соң, осы кетчупты сала салдым. Сосын осындай атика салып жердім. Өте әші атика екен бұл. Менде шамалы әшілеу болып қалды. Әшіні ұнатпайтын болсаңыздар, әші салмаңыздар онда. Тәптеріңізге қарай сала бересіздер. Бірақ сладкий атикамен майонез обязательно салу керек. Осылай майонезімізді салып аламыз. Менде томатым шамалы аздау қалғаннан кейін кетчупым, томат салып жердім. Кәдімгі осындай трижоланияның томаты болды менде. Осылай томатым бір қасықтан сәласа томатымды салып жердім. Бәрін салып дайын болғаннан кейін бұны әбден араластырып аламыз. Бір-біріне тиетіндей, еш жеріне тимей қалмайтындай етіп араластырып аласыздар. Әбден араластырып алған дұрыс. Осындай араластырып алған салмамызды аузын жауып тындыруға қоямыз. Дәмі деген тура шашликке ұқсайды. Өздеріңіз кейде картошка салмасаңыздар да болады. Тек тауықтың еті, пиязын салып қойсаңыздар да болады. Ал осылай бетін жауып қойып, тындыруға жібереміз. 3 сағат, 4 сағат тынса, дәмі деген ерекше болады. Тынғаннан кейін алып, осындай печкамыздың листіне салып шығамыз. Қызып тұрған печкамызды 320 градуспен 40 минут 1 сағаттың ішінде піседі. Осылай пісіріп көріңіздер, дәмі деген ерекше әдемі болады. Бұл тамақты қонақтарға да ұсынуға болады. Тауық етімен кәдімгі шашлик сияқты ерекше болады. Ас болсын, мені арнама жазылып, лайк басып, комментария жазып қойыңыздар. Алдағы уақытта үй жағдайына оңай, жеңіл рецепттер салатын боламын.